Менің есімім Шахмұрат Ордабаев, мен дубляж режиссермін. Райлидің өзі осы екінші бөлімде 13-14 жасқа келгендіктен оның жаңа сезімдері пайда болады. Ол сезімдер біріншісіне қарағанда кішкене күрделірек, әрине ол бізге жұмыс жағынан оны істеу қиындау болуы мүмкін. Дей тұра ол сонымен қатар біз үшін ерекше қызықты. Сәлем. Мен Реймін. Заттарымды қайда қояйын? Жаңа эмоция. Кешіріңдер, біз жағымды алғашқы әсер қалдырғымыз келіп. Шындап келгенде, тіл мәселесі біз үшін өте маңызды. Шын айту керек, енді жаңадан қосылған Енжарлық сияқты кейіпкердің есімін көп көрермен білмейді, көп қазақ сөздері танымайды. Мынау Енжарлық. Немене? Мұны жабырқау дер едім. Біз осы мүмкіндікті пайдалана отырып, 1,5-2 сағаттық фильм көрсеткен кезде осындай көпшілік біле қоймайтын, көбіне оның орнына орысша сөзді пайдаланып кететін көрерменге осындай бір ақпарат ұсынамыз. Егер фильмнен кейін шыққан бүлдіршін Енжарлықтың не екенін біліп, оны бір қолайлы сәтте қолдана алса, демек біздің қазақша дубляждың кішігірім болса да бір миссиясы орындалды деген сөз. Бойжеткен, бозбала жасына келген балалардың ата-аналары бұл фильмді көріп отырып, тек қана шығармашылық туынды көріп, одан ләззат алумен қатар 13-14 жастағы балалардың санасында, олардың ой жұмбағында қандай нәрсе болып жатқанын түсінеді. Қандай да бір қиындық туындаса, осы фильм арқылы олардың тілдері, олардың өзара байланысы нығаюы мүмкін. Сондықтан бұл ата-аналар үшін де, жалпы балалар үшін де отбасылық контент ретінде өте керек дүние. Міндетті түрде көру керек деп ойлаймын. Басты ерекшеліктерін бір деп ойлаймын. Осы жобаға қатысатын негізгі кастингтен өткен әртістердің басым көпшілігі олар танымал эстрада кино жұлдыздары. Және сол жұлдыздардың жанкүйерлері, шығармашылығын ұнататын адамдар, сол өздерінің сүйіктілерінің дауысын ести отыра, жай ғана кейіпкерді ғана емес, сол өз кейіпкеріне сай бір ерекше қалжың болсын, кішігірім бір-екі ауыз сөз қосып, соның кім екенін танытатындай нәрселерді қостық біз. Ол арнайы сол көрермен үшін жасалған нәрсе болады. Мен бұл фильмде дубляж әртісі ретінде де қатысам, қазақ-орыс тілінде. Қазақ тілінде жаңа бір кейіпкер, ол ешқай жерде көрсетілмегендіктен, ол туралы маған әзірше айтуға болмайды. Ал орыс тілді жобасында мен осы жарнамасында да, трейлерде де ол кейіпкер бар. Өте үлкен, толпақ, сүйкімді, сөйте тұра ол өте ұялшақ, көп сөйлемейді. Үнемі бір ыңқылдап, бір алқынып жүреді, ұялып жүреді, алақаны терлейді. Сәл жоғары. Алақаның терлеп кетіпті, достым. Мен дәл ол сияқты емеспін, сондай ұялшақ адам емеспін деп ойлаймын, бірақ сол кейіпкер үшін мен де студияда барым салып терледім. Ол да көрермен үшін жасалған нәрсе. Бұл кейіпкер бәрімізге де өте жақын. Күнделікті өмірімізде жиі кездесетін эмоциялардың бірі. Бірақ ол күш алып кетпеу керек. Мейлінше оған қатты берілмей, батылырақ болу керек деп ойлаймын. Өміріміздің соңына дейін масқара бола қоймас. Құрметті достар, маусымның 13-нен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Ой жұмбақ фильмінің 2-ші бөлімі қазақ тілінде өздеріңізге ұсынылады. Келіңіздер, көріңіздер.